Армысыз құрметті көрермен, бізде кезек шығарылым. Бүгін бізде студиямызда қонақта Қорғаныс министрлігі тәрбие және идеология жұмыстары департаменті, психология және әскери әлеуметтік басқармасының бастығы подполковник Арман Қалыш мырза. Арман мырза, қош келдіңіз. Саламатсыздар. Бүгін сізбен мерзімді әскери қызметшілердің мәселесі, олардың психологиялық, моральдық жай-күйі туралы және мерзімді әскери қызметке шақырылатын жас өскіндердің қалай тәрбиеленуі керектігі туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Қорғаныс министрлігінің бірінші психолог ретінде сізге мынадай сұрақтан бастағым келеді. Тәрбие тал бесіктен басталатыны белгілі. Қазіргі таңда мектептерде жастарға әскер туралы қандай насихат жұмыстары жүргізілуде және оны кім бақылап отыр? Жалпы Қазақстан Республикасында әскери патриоттық тәрбиелеуді, соның ішінде жастармен жүргізілетін іс-шаралардың бәрін Қорғаныс министрлігі қадағалайды. Осы Қорғаныс министрлігі соны ұйымдастырады және өткізеді. Ал біздің жастармен, өскелең ұрпақпен мектеп қабырғасында алғашқы әскери дайындық пәні негізінде, қазіргі алғашқы әскери дайындық және технологиялар пәні деп аталады кейде. Сол негізінде бір қатар жаңағы әскери патриоттық біздің іс-шаралар өткізіледі. Сол жақта әскери өмір деген не, әскери қызмет деген не, әскери қызметтің түрлері, әскери символдар, әскери жаңағы шендер, сол жаңағы сабақ аясына бәрі өткізеді. Жалпы одан басқа бізде білесіздер айбын жыл сайынғы халықаралық жиын өткізеді. Жас сарбаз, жас айбын деген қазір шығайын деп жатыр. Солардың бәрі осы біздің жастарымызды әскерге деген әскери қызметке баулуға, әскери өмірмен таныстыруға бағытталған. 18 жасқа толған азамат әскерге барады. Әскер жастарға қандай нақты дағдылармен тәрбие береді, оның болашақ өміріне көмектесетін, ықпал тигізетін? Енді әскердің негізгі беретін, жас адамға беретін нәрсесі көп. Біріншіден ол әскери тәртіп. Мынау өзінің жаңағы тұлғалық қасиеттерін оларға дамытуға әскери тәртіп және қазіргі айтпақшы тайм менеджмент дейді. Әскери өмірден кейін өз өміріңді жоспарлау, ойы керек кезде жасау, өз қойған істеріңді іске асыру сияқты. Онан кейін жаңағы шешім қабылдай алу. Мысалы әскери өмірде сенің ресурстарың аз, бірақ жаңағы қойған тапсырманы орындау керек. Тығырықтан шығу керек. Сондай бір айлаларды жаңағы қолдану арқылы жаңағы креативті ойлар арқылы жаңағы сен өзіңнің болашақ жаңағы өзіңнің жұмысында да қажет болады деп ойлаймын. Одан басқа мынау қиындықты жеңе білу, ешкімге жаңағы құпия емес шығар, полигон болады, учение дейді жаңағы біздің оқу жаттығулар. Ол жерде енді кәдімгідей азаннан кешке дейін мынау жауынгерлік ұрысқа максималды ұқсас болу керек та, чтобы сол жағдайда жаңағы ол қиындық болады, оны жаңағы жеңе білу керек. Одан кейінгі тағы бір ол мынау топта, командада жұмыс істеу. Өз досыңа жаңағы сенуді, басқаларға міндет арта білу, өміріңді сеніп тапсыру. Осы қасиеттерді жаңағы енді соңғысы жалпы алғанда достарың көбейеді, коммуникативті жаңағы қасиеттерің нығая түседі. Ал былай келгенде жаңағы білім, грант деген ол жақтан да көптеген бір қазір жаңалықтар, көптеген бір бонустар дейді ғой, жаңағы әскери қызметтің қарастырылған. Сол бонустарға тоқтала өтсек, мерзімді әскери қызметтен кейін жастар қандай әлеуметтік жеңілдіктерге ие болады? Бір жыл мерзімдік әскери қызметтен кейін. Бір жыл мерзімдік әскери қызметтен кейін қазіргі атап өткендей, енді қазір барлық бұқаралық ақпараттар құралдарында жарыққа шығарылып отыр. Біздің әскери қызметшілер әскери қызмет ету барысында үлгерімі жақсы болса, яғни жауынгерлік даярлық, мемлекеттік құқық даярлық, әскери тәртібі және басқа жақтан ол жаңағы жоғарғы оқу орнына түсе алады. Мемлекеттен грант бөлінеді, соған болады. Әскери қызмет өткеріп болғаннан кейін сертификат алып, сол жоғарғы оқу орнына түсе алады. Азаматтық жоғарғы оқу орнына. Одан басқа біздің жаңағы әскери жоғарғы оқу орындарына да түсуге жаңағы мүмкіндіктер, жеңілдіктер қарастырылған. Жаңағы бір жыл ішінде енді заманауи құбылысқа байланысты жаңағы несиелер көп, соған байланысты бір жыл, яғни 12 ай, жаңа тағы қосымша 2 ай, 14 ай ішінде оның
несиелік борышы тоқтатылады, кредиттік каникулдар деп аталады ғой, сол бар. Одан кейін жарты жыл мысалы мерзімді әскери қызмет өткеннен кейін ары қарай жаңағы келісімшарт бойынша әскери қызметке қалуға мүмкіндік. Одан басқа атап өтетін мұндай, бұл енді жалпылай болса, мынау бөлек біздің мынау ұлттық қорғаныс университетінде IT мамандығы бар жастарға арналған роталар бар. Жаңа мынау ұлттық қорғаныс ұлттық әскери патриоттық орталығы шығармашылыққа жаңағы баулайтын бейім жастарды. Иә, бейім жастарды әскери қызмет етуге арналған жағдай жасалған. Және басқа осындай жеңілдіктер қарастырылған. Қазір ата-аналарды қоғамда алаңдататын нәрсе ол әскердегі сарбаздың қауіпсіздігі. Қазір әскердегі қауіпсіздік жағдайы қандай деңгейде? Сарбаз өз өмірі үшін алаңдамау үшін не істеліп жатыр? Әскери қауіпсіздік деген кешенді жаңағы жұмыс, иә. Ол бойынша біздің бірнеше жаңағы әскери бөлімді алатын болсақ, бір қатар лауазымды адамдар оған жауапты. Мысалы, әскери қызметші таң азаннан тұрғаннан бастап, оның өмірі міне секунд деп айтсақ та болады жаңағыдай. Осынша уақытқа дейін ол жаңағы жауынгерлік даярлық сабақтарында, иә, осынша уақытқа дейін ол жаңағы жеке уақыты, осыдан кейін мындай деп оның бәрі бақылауда. Яғни әр казармада бейне бақылау, иә, күшейтілген. Қазір барлық әскери бөлімдерде бейне бақылау камералары бар. Одан басқа мынау біздің жаңағы қоғамдық бақылау дейді ғой. Қоғамдық бағанағын техникалық бақылау болса, бұл қоғамдық бақылау, яғни мынау солдаттар сарбаздарының комитеті, солдаттар аналарының комитеті, иә. Ата-анамен жұмыс. Одан басқа ата-анасына күнделікті апта сайын хабарласу, иә. Мысалы, сіз ата-ана болсаңыз, сіздің жаңағы балаңыз апта сайын да, жаңағы сенбі-жексенбі күндер сізге қоңырау шалып тұрса, сіз оны үйреніп қаласыз, яғни. Келесі аптада қоңырау шалмаса, дереу әскери жаңағы командир, взвод командиріне звондап, мен балама не болды деп, жаңағы ата-ана әскерде болса да баласы, оның жаңағы өмір тіршілігімен күнделікті етене таныс болып отыр. Етене таныс. Бүгін үйттік, сөйттік деп жаңағы қазіргі енді байланыс құралдары жаңағы дамыған заманда оның бәрі мүмкіндік бар. Онымен қоса мынау жаңағы чат дейді ғой жаңағы. Оның ішінде әр ата-аналар чатта бар, әскери бөлім чатында осындай болған. Ата-ана мынау әскери бөлімде не болып жатыр? Бәріне хабардар, бәрін біледі. Мектептің чаты сияқты примерно. Сол жақта жаңағы осының бәрін алып отырады. Bir жаңағы қитеде қалса, жаңағы командир взводына, взвод командиріне звондап, жаңағы әскери бөлім тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасарларына звондап, барлық мәліметті алып отырады. Енді басқа да біздің органдар бар ғой, мысалы әскери полиция бар, прокуратура бар, жаңағы басқа да олар да келіп тексереді. Күніге денесінде дақ бар ма, бір сызат, бірдеңе болып қалса болды мұның бәрін. Мынау қайдан, неге, жаңағы соның бәрі. Егер бір болады ғой енді, футбол ойнап жүріп, немесе там турникке тартынып атып, бір құлап қалып, бірдеңе болып жатса, оның бәрі расследование жүргізіп, мынау қайдан болды, не болды деп, оның себеп салдары анықталады. Себеп анықталып, бұл жаңағы бұның жаңағы соңында түбінде жаңағы ондай жағымсыз құбылыстар жоқ дегенге дейін барып, соны бүге-шүгесіне дейін жаңа анықтайды. Ата-аналар өзінің ұлдарын бір жылға әскерге жібереді. Олардың жатын орны, ішіп-жем тамағы олардың уайымдайтын нәрселерінің бірі. Осыған келсек, қазіргі казармалар заман талабына сай ма? Жатақ орындар, санитарлық жағдай, интернет қолжетімділігі қандай байланыс үшін жас сарбаздарға? Әр әскери бөлім бізде режимді объект болып табылады. Сондықтан интернет ол жерде жоқ. Біздің отбасымен бейне қоңырау деген апта сайын жүргізеді. Соның негізінде планшеттер бар. Сол арқылы әскери бөлімдер жаңағы бейне қоңырау арқылы ата-аналармен сөйлесе алады. Жатын казармалардың, қазіргі заман казармалардың жағдайы өте жақсы. Тамақтану, жаңағы басқа да өмір сүру жағдайы солдаттарға жағдай жасалған. Бұдан басқа біз армия кезет деген сервисімізде әр әскери бөлімнің осындай жермен тамақтанады, осындай жерде жатады, жаңағы мәзір дейді, меню примерно осындай. Күніге жаңағы мынау күн тәртібі распорядок не осылай деп сол жерде бәрі көрсетілген. Яғни ата-ана менің балам әскери бөлімге барды десе, сол жаққа кіріп бір жыл бойы не істейтінмен танысты. Иә, енді
қысқаша информация, қысқаша ақпарат, суреттер, видеолар, жаңағы басқа да ақпарат көздеріне жаңағы сілтемелер сол жерде бар. Яғни ата-ана мына әскери бөлімге балам кетті десе, онымен толық ақпарат көзінде жаңағы осы армия KZ сервисіне таныса алады. Әскердегі психологтың рөлі қандай, және жастарымызға психолог мамандар қалай көмектесе алады? Қарулы күштерде психологтарға деген сұраныс жылдан жылға артып келеді. Өздеріңіз білетіндей, барлық емханаларда психологтар бар, мектептерде психологтар бар, басқа да қазір мынау бизнес дейді, басқа да жаңағы салаларда психологтар кеңінен тарап жатыр. Психологтың курстары да көп. Сондықтан біздің психологтар мына әскери қызметшілер, мерзімді әскери қызметшілер көбіне солармен жұмыс істейді. Олар келгенде оның жаңағы бейімделу, адаптациясы қиын болады көбіне. Әскери орта, әскери өмір деген мына азаматтық өмірден басқаша. Соны жаңағы бейімделуін жақсарту, бір өзіндік тұлғалық проблемалар болса соны шешу. Және мынау мерзімді әскери қызметшілерден басқа біздің офицерлермен келісімшарт бойынша әскери қызметшілер, олардың отбасылық жағдайымен басқа да проблемаларды шешуге бақылауда ұстап, кейде біздің әскери қызметшілер өздері келеді, кейде біз жаңағы тестілеу жүргіземіз, зерттеу жүргіземіз, жаңағы бақылаймыз, көреміз, эксперимент жүргіземіз, сол арқылы жаңағы тренингтер жүргіземіз. Сол кезде көріп, сенің жағдайың қалай деп, оны жеке әңгімеге тартып, сондай арқылы жаңағы біздің психологтар көптеген кешенді жұмыс атқарады. Әр әскери бөлімде психолог бөлімі бар, үлкен бригадаларда, батальондарында психологтар бар. Сондықтан жалпы психологиялық қамтамасыз ету жүйесі орныққан, өңірлік қолбасшылықтарда біздің психологтар бар, психология бөлімдері, қызметтердің бастығы, мынау әскер түрлерінде де, және қорғаныс министрлігінде психология басқармасы құрылған. Осы тарапта психологтар, әскери психологтар азаматтық психологтарға қарағанда ерекшеленетінін атап өттіңіз. Бізде мамандар қалай іріктеледі? Әскери психологтар сарбазбен жұмыс істейтін, елінен, туған жерінен жырақта жүрген жастармен, келісімшартты қызметте жүрген әскери қызметшілермен жұмыс істейтін әскери психологтар қандай қасиеттерге ие болу керек? Жалпы әскери психолог, яғни мынау психологияның саласы бұл көп қой. Спорттық психология бар, әскери психология бар, мысалы заң психологиясы деген бар, немесе да басқа да психология көп, клиникалық психология деген бар. Әскери психология өзіндік бір бөлек қасиеті бар. Яғни бұл мамандық бойынша даярлықты біздің жаңағы құрлық әскери институтына жүргіземіз. Сол жерде 4 жыл бойы оқып, мамандар дайындалады, лейтенант шенін алып, бізге әскерге келіп, ары қарай қызметін жалғастырады. Негізгі даярлық сода. Көбіне біздің әскери психологтардың айырмашылығы, бізде жаңағы жеке адаммен қатар топпен де жұмыс істейді. Яғни взвод, батальон кетті ма, батальон психолог сонымен бірге жүреді, топты бақылайды, топтағы динамиканы бақылайды, жаңағы мынау формальный лидер, неформальный лидер оларды көріп, жалпы жеке көбіне, мысалы азаматтық психология тет-а-тет дейді, адам мен адам жұмыс істесе, бізде ондайдаған бізде жалпы топпен және жеке әскери қызметшімен де жұмыс істей алады. Енді басқасы, жаңағы әскери болғаннан кейін жаңағы оқу полигонында жүресің, далада жүресің, сол бір түрлі жағдайлар болады. Оқу жаттығуда жүресің, соның жаңағы ерекшеліктері бар. Әскерде жүргізілетін психологиялық тестілеу қаншалықты әділ және шынайы өтеді, және мерзімді әскери қызметшілердің бойында бір үрей болмай ма, осы мен тапсырған тест менен екені анонимсіз сақталмай қалуы мүмкін деген сияқты? Көбіне біздің шатыстырады адамдар. Психологиялық тестілеу бар, және жасырын сауалнама деген. Ол екеуі екі бөлек нәрсе. Психологиялық тестілеу деген, сен фамилияңды, аты жөніңді жазасың, жаңа сұрақтарға жауап бересің. Ол жерде анонимді ештеңе жоқ. Ол жерде біз толық сенің тұлғаңды тексереміз, ойыңды, біз адамның миына кіріп оның не отқанын білмейміз, сондықтан біздің жаңағы әдістеріміз ол тестілеу, немесе жаңағы әңгімелесу жүргізу, немесе бақылау, сол арқылы. Және сол тестілеудің, бақылаудың, әңгіме жүргізудің негізінде ол психологиялық қорытынды жасап, ол кісіге қандай көмек керек, оны ары қарай не істеймін жаңағы деген сияқты мінездеме беріледі, және командирлерге, тәрбие офицерлерге, психологтарға ұсыныс. Жаңағы осындай іс-шара осы кісімен жүргізу керек, немесе бақылауға алу керек деген сияқты, көмек көрсету керек деген сияқты. Ал жасырын сауалнама деген,
мысалы әскери бөлімде жасырын өткізеді, яғни аты жөніңізді жазбайсыз, ештеңе жазбайсыз. Ол мынау жаңағы жасырын былай мысалы келіп бәрінің көзінше айта алмайтын керектерді. Тамақ сапасы қалай, жақсы ма, бұл жерге жасырын бәрі жауап береді. Бұл жаңағы қалай, шыны қалай солай жауап береді, дұрыс па? Киім кешекпен қалай қамтамасыз етілгенсіз, біреу ұра ма, соға ма, бір қысым көрсете ме, моральдық жақтан, психологиялық жақтан, және басқа да осындай бір теріс қылықтар бар ма? Яғни анонимді болғаннан кейін ол жерге ешкім қорықпайды, сенің жаңағы шынайы жауап береді. Иә, шынайы жауап береді. Сондықтан ол анонимді жаңағы түрде өткізілгеннен кейін оны да сақтай білу керек. Өйткені бір рет анонимді өткізіп алып кейін жазған адам іздеп жүрсең, одан кейін саған ешкім сенбейді. Сондықтан оны жаңағы жүйелі түрде жұмыс істеу керек үшін анонимді сауалнама өткізіп, оның нәтижесін жинап, баяндап, оның нәтижесі бойынша шара қабылдау. Мысалы, мынау ротада умывальниктер жұмыс істемей тұр, бүйтпей тұр десе, сол жасырын сауал өткізгеннен кейін бағанағы мәселе шешілу керек. Сол кезде сенім пайда болады, сол кезде адамдар көрсете бастайды. Оны былай өткізіп, соңынан ешқандай шара қолданбайтын болса, ол анонимді жаңағы әдісте соңында өз-өзіне жаңағы нәтиже болмайтынын біліп, жай формаль түрде өткізетін болады. Қоғамда кейбір ата-аналар баласын әскерге жіберуден қорқады. Бұл ашық факт. Осы үрдіде қалай сейілтуге болады, қалай қоғамның сеніміне кіруге болады? Цифрлық құралдар, цифрлық жаңағы кеңістік болғаннан кейін, ақпараттық жаңағы кеңістік, информация жаңағы ақпарат тез тарайды. Сондықтан мына бір сәл-пәл бір кедеңсіз жағдай болса, бүкіл қазақстандықтар ойбай мына жақта мынандай болып отыр екен деп айтады. Негізгі статистиканы салыстырсақ та, бәрін салыстырсақ та, қарулы күштердегі көп жағымсыз көріністер мынау азаматтық жаңағы кеңістіктегі көріністерге қарағанда әлде қайда төмен. Оның ішінде біз қарулы күштерде жаңағы стресс бар, мынау қауіпті заттар бар. Соның ішінде ату құралдары, жаңағы басқа-басқаның оның бәрі жаңағы қауіпті жағдай. Соған қарамастан бізде жаңағы көп өлім, жетім, басқаның да статистика бойынша жаңағы несі көрсеткіштері төмен. Сонда да енді ата-ана өзін баласын бізге сеніп тапсырғаннан кейін, онымен бірдеңе болып қалса, оған біз жауаптымыз. Сондықтан қазіргі таңда бағана айтып өткендей, әскери қызметшінің күнделікті өмірі максималды бақылауға алынып отыр. Ол жаңағы бағанағы анонимді сауалнамалар жүргізіледі, бейне камералары бар, әскери прокуратура бар, әскери полиция бар, күнде әскери бөлімде жауапты тұлғалар түседі, бақылау топтары түседі. Әр әскери жаңағы бөлімшелерде, батальонда, ротада жауаптылар түседі, сержанттар, офицерлер. Жаңағы оны бақылауды күннен күн күшейтіп отыр. Көптеген фактілердің өзі, мысалы, болған, ол көбіне адами фактор, жаңағы кедеңсіз жағдайларға байланысты. Күніге жаңағы телесный осмотр дейді, бір бағанағы айтып өткендей, бір дақ, бір сызат болса, оның өзі ЧП деп аталады. Не болды, қайдан шықты болды. Сондықтан сондай енді максималды түрде әскери қызметшінің, мерзімді әскери қызметшінің қауіпсіздігін қамтамасыз етудеміз. Қазір қарасақ, мерзімді әскери қызметті өтеу форматы заман талабына сай өзгеріп келе жатыр. Алдыңғы буын ағалар қазіргі 1 жылдық мерзімді әскери қызметті балабақшаға теңейді. Ал кейінгі жастар сол 1 жылдық мерзімді әскери қызметті қиынсынады. Сіздің ойыңызша алдағы уақытта мерзімді әскери қызметтің мазмұны мен форматы қалай өзгеруі мүмкін? Формат өзгеруді, мынау жалпы мынау бізде бар ғой, битва поколений деп айтылады ғой. Бізге өсіп келген ағаларымыз жастарға қарап, ой, баяғыда біз бүйтетіміз, сендер мынаны істей алмайсыңдар, өйтемейсіңдер деп, ол жаңағы сондай бар. Жалпы мынау қазіргі заманға жүргізілген ғылыми зерттеулерге қарасақ, шынымен бұл Қазақстанда ғана емес, бүкіл әлемдік тренд. Біздің ер азаматтарымыз кішкене алдыңғы жаңағы буынға қарағанда кішкене төмендеп келе жатыр. Өйткені оның ой өрісі, мынау дене бітімі де өзгеріп келе жатыр. Егер баяғыда мынау мускулатурасы жоғары жігіттер көп болса, қазір олар азайып жатыр. Кейін бет әлпеті бұрынғыда жаңағы мынау түрі еркек
тест дейді ғой жаңағы, сондай болса Батыр қазіргі тұлғалы. батыр тұлға, мына Ван Дам, Шварценеггер деген сияқты. Қазіргілер наоборот мынау жаңағы кей-поп сияқты сондай тұлғадағы жаңағы мынау көрікті, әдемі, сол жаққа жаңағы бет-әлпеті жаңағы сыланған деген сияқты, сондай жаңағы сондай күтімде жүретін, сондай жаңағы буын келе жатыр. Буын келе жатыр да. Одан кейінгі мынау психологиялық жағынан бойынша интроверттер көбейіп келе жатыр. Интроверттер деген өзімен өзі. Мынау жаңағы сайт бар, интернеті бар, соткасы бар. Болды. Томаға тұйық, өзімен өзі жүре береді. Оған басқа ештеңе керек жоқ. Мынау араласу, құрласу, дос, жаңағы басқа да отан деген түсінік, азаматтық борыш деген қоғам деген ода жоқ. Сондай мына Японияларда, басқаларда ол кәдімгі ауру, дерт ретінде саналатса, бізге ол енді келе жатыр. Бірақ мынау жастарымыздың коммуникативтік қабілеттері төмендеп келе жатқанда ол да белгілі. Өйткені психологтарда барлық проблема ол коммуникатив, сөйлесу арқылы шығарылады. Егер сен проблемаңды айтып, проблемаңды шығарып, жеткізіп, оны жаңағы ары қарай сол арқылы жұмыс істесең, ол саған зиян келтірмейді, ол жаңағы шешуге тырысады. Ал сен өзіңде ұстап отырып, азаннан кешке дейін соткаңды жаңағы немесе басқа гаджеттерде отыратын болсаң, ол шешілмейді, ол ары қарай жаңағы ұлғая түседі. Иә, ұлғая түседі. Ол бір жаңағы мынау зависимость дейді ғой, жаңағы тәуелділіктің бір түрі болып келе жатқан сияқты. Жас жігіттің әскерге алғаш келген күні қандай психологиялық күй кешеді? Психолог ретінде сіздер не байқайсыздар? Психолог ретінде келе салып шок болады ғой бәрі. Бірінші апта шок. Өйткені ол білмейді не болып жатыр. Мына азанда тұр деді ма, кешке жатады деді ма. Бірінші күні шок болады. Біздің бақылауымыз бойынша 1 айға дейін олар бейімделу, адаптация жүреді. 1 айдан 3 айға дейін сіңісу ортамен. Енді 3 айдан 6 айға дейін интеграция. Ары қарай уже 6 айдан кейін кәдімгідей үйренісіп өзіміз болып кетеді. Кәдімгі әскери қызметші. Содан кейін 6 айдан кейін оған жаңағы ары қарай келісімшарт бойынша әскери қызметке мүмкіндігі берілген. Басында шок болады. Оны ешкім қайда келдім, не болдым, азан таңертең тұру, жату өйткені. Одан кейін мынау күн тәртібі дегенді түсіне бастайды. Осылай екен. Келесі күні бұлай. Жалпы әскери өмірді 1 айдан кейін системаны дейді, жаңағы жүйені түсініп, ары қарай қалай болады, не болады уже біліп, сол әскери қызметші келгеннен кейін 3 күннен кейін біз мынау жас буын ротасы болады. Олар жас адамдар келген кезде бізге олар әскери бөлімге таратылып жүрмейді. Бөлек казармада дайындық, адаптация 1 ай беріледі оларға. Оларға жаңағы жүгіртіп, секіртіп, жеңілдеу жүргізеді. Әскери өмірге жаңағы сіңсін, әскери кіріспе түрінде болады. Иә, таң азанмен олар кросс, жаңағы ондай қиын ештеңе жоқ. Бірінші тұру, бірінші мына режимге үйрену деген сияқты. Одан кейін біздің психологтар сол жерде жүреді. 3 күнде тексереді, одан кейін 14 күнде бір тексереді, 1 айда терең тексеру жүргізеді. Сөйтіп адаптация өткеннен кейін, 1 айдан кейін олар бөлімшелерге, батальондарға, роталарға бөлініп жіберіліп, ары қарай әскери қызметін жалғастырады. Әскерде жүздеген адам, жүздеген мінез, көзқарас тоғысатын жер. Жас сарбаздар арасында кездесетін ең жиі психологиялық мәселелер қандай? Ұқсас мәселелер жылдар бойы сіздердің бақылауларыңыздан өткен. Шын айтайын ба, өтірік айтайын? Өзің шешесі еді. Аталарым келіп жатыр дейтіндер ме? Көп мәселе ол бейімделу бағана. Келеді ғой, бейімделе алмайды. Жаңағы біріншіден неше түрлі әскери қызметшілер болады, айтып отырсыз ғой. Біреулер жаңағы үйінен алшақ жерде жұмыс істеп үйреніп қалған. Оларға оңайлау. Біреу мысалы мектеп бітірді, армияға келді. Топ ете қалды. Ол өз үйінен, өз ауылынан шықпаған мысалы кейбіреулер. Үйінен алыс кетпеген. Ол яғни әке-шешесін сағынады, үйін сағынады, ауылын сағынады, оған қиын болады. Әр мінез құлыққа байланысты көбіне проблемалар мынау армияға түскеннен бастап 1 ай ішінде. Адаптация. Енді адаптация деген ол психологиялық жағынан емес, психофизиологиялық жағынан да өтеді, өйткені режим бұзылады, тамақ түрі бұзылады. Жаңағы баяғыдай кола, чипсы ештеңе жоқ. Бәрі норма басқа. Содан кейін сол кезде біздің психологтар, тәрбие жұмыс офицерлері жұмысын жасап, сол адаптация, жаңағы бейімделу кезінде өтіп алса, ары қарай
өте оңай болады ары қарай. Психологтар көмектеседі оған. Психологтар көмектеседі. Мынау әр командирдің тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасарлары бар, командирлер бар, жалпы сержанттар бар. Адам бәрі әрі бақылауда. Ол сержанттар да мысалы ол адамдармен жаңағы әңгіме жүргізеді. Аналитика жасап отырады. Иә, мынау командирлердің тәрбие және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орынбасарлар жалпы олармен ең көп жұмыс істейтін сол кісілер. Сондықтан мынау көбіне жаңа айттыңыз ғой, не үшін деп, ол көбіне ауырып қала беру. Кейбір әскери қызметшілер келген сайын көп ауырады. Олармен біздің психологтар шын ауырып отыр ма, немесе өтірік істеп жатыр ма, сол адаптация жаңа қиындығы. Кейбіреулерде мынау әскери өмірге байланысты кейбір өзінің характері көріне бастайды. Ол яғни осы ортада сіңісіп кетуге кедергі бола бастайды. Олармен жұмыс істеп, сен мынау коммуникативті қабілеттер төмендеу жігіттер болады. Одан кейін жаңағы еркектер ортасы болғаннан кейін микрогруппалар пайда болады. Яғни мынау екеу бір басымдылық ұстағысы келетін. Иә, мынау формальды, неформальды лидерлер болады. Оның бәрі бақылап, көріп ұстап отыру керек. Әскери психологқа сенім артпаған сарбаздармен қалай байланыс орнатасыз? Ол психологқа ашылғысы келмейді. Өзімен өзі сондай қиын сарбаздар бар ма? Ол жалпы сарбаздарға емес, біздің менталитетке қатысты деп айтуға болады. Біз шығыстық менталитет. Иә, біз менталитетке егер өзіңнің жан күйіңнің проблема болса, біреуге барып жүгіну деген қалыптаспаған. Ол менталитетті стигматизация дейді ғой. Ол өзі проблемаңды өзім шешем деп жаңағы өз ішінде тына береді. Қиын жол таңдалады. Психолог басында мысалы подразделениеде жаңағы біздің батальондарда, роталарда егер психологқа жүгініп жатса, ол арқылы өз проблемасын шешіп, әскери қызметші одан ары өз қызметін жақсарып жатса, оны басқалар да көреді ғой. Мысалы, сондықтан психологқа деген сенімділік пайда болады. Бір шетінен ол жерде айтылған өзінің жан күйінің проблемалары конвенциальность дейді жаңағы. Сол жерде қалу керек. Егер оның өміріне қауіп төніп тұрмаса, оның астарында бір құқық бұзушылық жатпаса, психолог оны жарияламайды. Сондықтан психологтың жұмысының нәтижесі оған деген сенімді қалыптастыру көмектеседі. Көбіне біз психологтың кабинетін клубтардың қасында, штабтарда емес, штабтарға солдат келетін болса, мысалы психологқа деп неғып жүрсің деп айтады ғой бәрі. Басқа бір өтімді жерлерде адам көп өтетін, басшылық аз жерде кіріп өз ойын айтып, өзін еркін сезіне алатын қауіпсіз басшылық болған жерде ол өзін емін-еркін сезіне алмайды. Кіріп қалса бүйтіп ал психологиялық жұмыс сенімде қалыптасқаннан кейін оны сол бір клубтардың қасында немесе бір казарманың ішінде, сол жерде де психологтың бөлмесін психологиялық жеңілдету бөлмелерін сол жерге орналастыруға тырысамыз. Бір жыл әскери қызметтен өткен жігіттің сана ағынын әскери психологтар басқа жолға салып береді, әскери өмірге бейімдеп береді. Бір жыл әскери қызметті өткерген жігіт азаматтық қоғамға тез бейімделу үшін не істеу керек? Психологиялық тұрғыдан. Психологиялық тұрғыдан. Негізі әскери қызмет өткеріп келген адамның өзі азаматтық қоғамға тез үйреніп кетеді. Тез сіңісіп кетеді. Азаматтық қоғамда сіңісе алмай жүрген адам әскерге келіп кетсе, ол керісінше азаматтық қоғам, өйткені ол жерде 30 адам, взвод деген кемінде 30 адам. Сол 30 адаммен азаннан кешке жүресің. Әрқайсымен тіл табысу керек, сөйлесу керек. Біреу қазақша, біреу орысша. Сондықтан әрқайсысы әртүрлі сөйлеседі. Онымен коммуникативті қабілеттерін арттырып алады. Одан кейін адамды түсіне бастайсың. Мынау мынандай екен, мынау мынандай екен деп. Тани бастайсың. Өзің кішкене психолог бола бастайсың. Таныс жора жолдастарың көбейе бастайды. Мынау система деген мемлекеттік қызмет қалай жұмыс істей алады, сол бойынша кішкене түсінік қалыптасады. Мынандай екен. Сондықтан армияға барып келген адам армияға бармайған адамға қарағанда көбірек өзінің қасиеттері азаматтық өмірде ары қарай алып кетуге тез бейімделгісі келе ме? Иә, сондай болады деп ойлаймын өзім. Жас жігіттің әскерге көзқарасына үйдегі тәрбиенің ата-анасының ықпалы қаншалықты әсер етеді? Енді ата-ананың тәрбиесі, үйдегі тәрбие армиядағы емес, жалпы біздің өмірімізге әсер ететін нәрсе. Ол әскери қызметте ғана емес.
әскерде үйде қандай тәрбие алдың, сол жаңағы бүкіл өміріңнің негізі сол ғой. Сондықтан үйдегі мына тәрбие әскери қызметтегі жаңағы әскери қызмет өткеруіне өте жақсы әсер етеді. Тәрбие жақсы болса, яғни ол да абыроймен әскери қызмет өткеріп шығады. Бірақ кейде мысалы семьяларда енді ол жаман тәрбие деп айтпай-ақ қояйын, енді өмір болғаннан кейін мысалы ажырасып кеткен, әкесіз тәрбиеленгендер, немесе жаңағы атасы мен апасына беріп жіберетін бір бізде әдет бар, соларды тәрбиеленгендер, яғни әлпештеп жаңағы айтқанның бәрін істеп бір тәртіп болмаған жерде, ол жерде ол кісілер өте ауыр тәрбие, біз әскери қызмет өткереді. Олармен біздің психологтар кәдімгідей жаңағы кешенді жұмыс жасап алып шығады ғой сол кісілерді. Сондықтан мынау жас бала үйде тәрбиеленгеннің өзіне кішкене қиыншылықтар, мынау жұмыс жасап, оның бір міндеті болу керек үйде. Сен мынаған жауаптысың, сен үйтесің. Жауапкершілік арту. Иә. Сондықтан мынау үйдегі тәрбие әскери қызметті өткерудің, нәтижелі өткерудің негізі деп айтуға да болады. Үйдегі тәрбие, мектептегі тәрбие, отаншылдық негізі үйден басталады ғой соның бәрі. Ол болса, ол әскери қызметші абыроймен жеңіл өткеріп шығады олар. Сізге көп рахмет. Осылай бізге келіп ой пікіріңізбен бөлісіп, уақыт бөліскеніңізге. Әскерімізде санасы сау сарбаздарымыз көп болсын дейміз. Бүгінгі тақырыпты ашалдық деп ойлаймыз. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге де шақырғандарыңызға.